минутқа кешіктім ғой. Қойшы апай, өзіңізді кешігесіз ғой? Мен сендер кешігіп болсын деп кешігем ғой. Сендер кіріп жайғасын деп. Ал жақсы, үйге берген тапсырманы тексеру үшін дәптерлерімді беремін да. Енді дәптер тексеріп жатқанда бір оқушының дәптерінің ішінде жаңа мұғалімді мазақтаған карикатурасы тұрады. Нұргүл, сенің мұндай өнерің бар екенін білмеппіз ғой. Бұл өнерді ары қарай ұштау керек. Бұл өнерді сен өзіңнің, ата-анаңның суретін, карикатурасын салып тақтаға көрсетші ғане. Қандай керемет бұл өнер деген. Бұл өнер екінің бірінің қолынан келе бермейтін өнер. Деп ситуацияда баланы ұялтып шығамыз. Ол мен салып қойған. Сабақ басқан ғой. Шешенді. Өзіме берілген тапсырманы сол уақытында шықпай орындауға тырысам, себебі орындаймын. Өзіме енді жауапкершілік міндеттелгеннен кейін соны уақытында тапсыруға орындаймын. Олай көшбасшы екеніңіз дәлелдеңіз дейді. Әрине өзімізге берілген жұмыстарды, яғни тиянақты орындаймын деп айта аламын. Себебі сенімді болу керек адам өзінің жұмысына. Әрі қарай адам егер өзін сүйетін болса, адам егер өзін сүйетін болса, және өзінің жасап отырған ісін сүйетін болса, ол орындайды. әрі қарай алып қалай етсе де орындайды. өзіміздің жауабымыз. Мысалға келтіріп кішкене шағын жағдайлар бойынша шара ұйымдастырдық. Мұғалімдер күніне байланысты қандай іс-шаралар ұйымдастырып жатырсыздар? Соның жоспарын алып келіңізші маған. Безендіру мәселесіне болжасыз. Бұл жерде біздің айтқымыз келгенде бұл жерде іскерлікке мысал келтіру. Бұл жерде жұмыс болып жатыр, барлығы іскер адамдар өздерінің жұмысына тәсілін қысқартқан мұғалімдер көрдіңіздер ғой. Сол жерде без происшествий өтеді дейсің ғой.
дәлелдеңіз дейді да. Мысалға біздерге сеніп артылған жұмыс бар ма? Біз оны түбіне дейін жеткізуге тырысамыз. Яғни біз орындаймыз ол берілген жұмысты. Мен мысалы қарабасым, маған сен осы сыныпты алып шығасың, сен осыған жауап бересің, сен қалайда осыны бүгін бітіру керексің дей ма? Мен ол заттан шығуға тиістімін. Себебі маған берілген тапсырма солай. Мен орындаушы көшбасшылықты осылай түсінемін. Орындаушы көшбасшылық менде айтқандай берілген тапсырманың уақытында орындап тез орындағанды жақсы көремін. Сондықтан орындаушы көшбасшылық. Сөз естілген күнде ұнайды, ұнамайды. Орындаушы көшбасшы екенімізді әрине орындаушы көшбасшы өзімізге берілген тапсырманы орындаймыз екен. Менде біздің мектепте директорымыз талапты қатты қояды. Мысалы, мына тапсырманы бүгін орында десе, біз барлық мұғалімдер берген тапсырманы сол күні бітіріп кетеміз. Онда менің ойымда орындаушы көшбасшылық қабілет бар. Яғни өзіме берген тапсырманы орындаймын. Барлығымыздың бірдей екен, шынымен де осы орындауға ары қарай алып шығуға тырысамыз. Көшбасшылық. Енді сен ол көшбасшы боласың, сен ол артыңнан оқушыны ертесің, не болмаса коллективті ертесің. Солай ғой? Мысалға біз ертең қазір енді бәлендей деп айтуға да болмайтын шығар. Себебі ертең сабағымызда әрқайсымыз осы жерге показатель әкеліп көрсеткен уақытта, сол уақытта да дәлелденетін шығар кімнің көшбасшы екенін деп ойлаймын мен өзім мысалға. Сол уақытта енді сен өзің артыңнан коллективке ерте алатын болсаң, сен оқымаған мұғалімді өзіңмен бірге оқыған мұғалімдей қылып алып шығаратын болсаң, көшбасшылық деген сол емес пе? Мысалы, менің ойымша солай. Мен ертең сөйтіп артынан коллектив ерте аламын деп ойлаймын. Себебі біздің жаратылыстан, географиядан бір қыз оқып келді, химиядан мен оқып жатырмын, биологиядан қыздар оқыған жоқ. Олар жаңағы біздер елде осылай план жаса деп жатыр. Апай, біз сізді күтіп отырмыз дейді да. Жарайды дедім, ертең келейік, сосын бәріміз пікірлесіп отырып қайтадан план құрамыз. Ода траншея жоқ. Мен мысалға өзім соларды, менің ондай полномочиям жоқ, мен оларға үйретуге, менің ондай қолымда құжатым жоқ, бірақ мен оларды өзімнің бар білгенімді үйретуге тырысамын. Себебі маған сенім артып отыр олар. Мектеп солай деп айтып жатыр маған. Мен оны істей аламын. Қолымнан келеді деп ойлаймын. Вот завуч бол, директор бол, не бол. Мысалға. Көшбасшы тек қана бастық болу емес бұл жерде. Көшбасшы сен артыңнан коллективті ерте алың. Сен үйдегі отбасыңды да өзіңмен бірге ерте алатын болсаң, сен өзінің алдында отырған 30 балаңды өзіңмен бірге ертіп алатын болсаң, сен коллективтегі жаңағы бірлестіктегі 6 мұғалімді артына ерті, сен көшбасшысың, сен міндетті емес сенің. Міндетті түрде директор болып креслода отыру міндетті емес бұл жерде. Бұл жерде сенің өзіңнің отырған орсаңды алып шығуың қалай еткенде де. Менің ойымша солай. Ақмарал, кім кішкене тұра тұрыңызшы. Тұра тұрмайсыз? Қалай қайткенде де соған жетуге ұмтылады да. Мысалы мен жаңа көрші мұғалімді айтамын, көрші ашық сабақ түсетін түнімен маған мені ұйықтатпайды да, тыным бермейді. Апай мынаны қайтем, апай мынаны қайтем. Бәрі нені істеп жатыр. Қайткенде сол сабағын жақсы қылып өткізеді да. Сондай мысалы бірдеңелерге қатысқанда да мен аннан сұрап, мындан сұрап ізденіп жүреді де қайткенде соған жетеді да. Оның енді
Менің көшбасшылығымның тек шағын топта көрінетін себебі дұрыс таңдамаған адам деген дұрыс таңдамаған деген сөз. Оқушылардың өз оқушыларын егере алмайтын болса, ол қалай соны сабақта қалай түсіндіреді, айтқанына баласын ерте алмайтын болса, бала дейтін сол мұғалімнің сүйдің ғой, мысалы ата-анаң айтқансы сүйдің, бірақ кейбіреулер оны сүйіп кете алмайды ғой, бәрі сен сияқты ойламайды ғой. Мінезі әртүрлі, түсінігі әртүрлі, көзқарасы әртүрлі адамдар түгел көшбасшы болып кете алмайды. Сіздерге қарап тұр. Бәрі көшбасшы бола алмайды.
Ақтау.